Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Алматы облысы, Қаратал ауданы, Үштөбе қаласы, Кемел Тоқаев атындағы орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Рахметова Нұрзия Тұрғанбековна бүгін сіздермен 8 сыныптың қазақ әдебиеті пәні бойынша Тахауи Ахтановтың «Күй аңызы» әңгімесі атты екінші сабағын өткізетін болады. Оқушылар, бүгін іздену мақсатында өткізетін сабағымыз түрлі тапсырмаларға толы болмақ. Олай болса, іске сәт. Оқушы, бүгінгі сабақта сіздің білетініңіз шығарманың мазмұны. Сіздің меңгеретініңіз композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау. Балалар, алдыңғы сабақта сіздер шығарманың эпилогы, прологы, сонымен қатар автор стилін анықтауда көптеген тапсырма орындаған болатсыздар. Олай болса, сол өтілген ақпараттарды біраз еске түсіріп алайық. Қыз бала неліктен қаймықпай жолаушылардың аттарын белдеуге байлады? Неліктен жолаушыларға сусын ұсына алмады? Неліктен естемес күйші жаңылға көз тастай берді? Ақсақал неліктен естемеске қолқа салды? Естемес күйші неліктен жолын Оразымбетке берді? Дұрыс айтасыздар балалар. Біраз ақпарат еске түскен сияқты. Келесі жаңа сабаққа көшу мақсатында балалар, сіздерге мен бейнематериал ұсынғым кеп отыр. Біраз назарларыңызды аударсаңыз. Күй аңызы әңгімесі жазушы Тахауи Ахтановтың 1960 жылы жазылған тырнақалды туындыларының бірі. Туындының тақырыбы шығармашылық адамына арналып, басты идеясы сол өнер иесінің адалдық, имандылық қасиеттердің негізінде өрбиді. Әңгіме халық арасында кеңінен таралған нар идірген күйінің аңыз желісімен жазылған. Аңыз бойынша ботасынан айырылып боздаған нардың тас емшегін жібітіп идірген. Осы бір романтикалық сарындағы халық туындысын жазушы әңгімесіне арқау еткенімен, әңгіме әлеуметтік адамгершілік мазмұнда сипатталады. Әңгіменің басты кейіпкері естемес есімді күйші. Жасы 50-ге келсе де, отбасын құрмаған оның жан дүниесінде айықпас мұң бар. Өткен өмірін шәкірті Оразымбетке айтып келе жатып, жапан түзде жүрген жүдеу жалғыз түйені көреді. Естемес бұл ботасынан айырылған армана екендігін сезінеді. Күйшінің көңілі толқып домбыраның шанағынан әуен ағытылады, алайда соңына жетпейді. Бұл сюжеттің экспозициясы. Нар соңынан келе жүрген жолаушылар кәрі шал мен бойжеткен қызы бар бір қараш үйге түседі. Шал малдың күйге елігетінін айтып, өнерін салып көруін өтінеді. Естеместе елде жоқ қолқа салып шалдың қызын сұрайды. Күйші өнерімен ботасы өліп, су алған нарды идіргенде, желін тас қылып ұстап саумай отырған қызды көреді. Сонда ол дәуреннің өткенін түсініп домбыраны шәкіртіне ұсынады. Адамгершілік қасиетті өнерден де жоғары қойған философиялық. Оқушылар, олай болса, тапсырмамызға көшейік. Бірінші тапсырма: шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін табыңыз. Балалар, шығарма бойынша қалай басталды, қалай дамыды? Ол шиеленісіп шарықтау шегіне жетіп, шығарма немен аяқталды? Осыны сіздер алдағы уақытта табатын боласыздар. Мен ойлаймын, сіздер бұл тапсырманы жақсы орындай алдыңыздар деп. Олай болса, сіздерге дұрыс нұсқасын көрсетейін. Шығарма екі салт атты екі күйшінің жолға шығуы, күйшілер әңгімесінен басталды. Жалғыз нардың кезігіп, аруананың зары, домбыраға тіл бітіп жолаушылардың жалғыз қараша үйге келуімен шығармамыз дамыды. Шал мен естеместің бір-біріне қолқа салып, үй ішінің өтінішімен шиеленісті. Жаңа күйдің пайда болып, нардың иіп, сүт шығуы, және де күйшінің жолын жас жігітке беріп, нардың июі, сонымен қатар нар идірген күйінің өмірге келуімен шығарма аяқталды. Дұрыс айтасыздар оқушылар, бұл тапсырманы өте жақсы орындадыңыздар, жарайсыздар.
Олай болатын болса, келесі екінші тапсырмамызға көшейік. Балалар, бұл шығармада бірнеше кейіпкерлер бар екенін білесіздер. Олай болса, мына сіздерге ұсынып отырған үзінді қай кейіпкерге тиесілі екенін, қай кейіпкердің сөзі екенін табу керексіздер. Олай болса, мен оқып берейін. Қарағым Оразымбет, маған ергеніңе жыл болып қалды. Құлағың сал, қолың жүйрік жігітсің. Түбі жақсы күйші сен боларсың. Бірақ күйімді үлгетсең де, менің өмірімді үлгетпе. Жас 50-ге келді. Менің өмірім тұрлаусыз болып барады. Қанша ел көрсем де, жер көрсем де, қайтып оралар бір қызығым жоқ. Жар сүймей, бала сүймей кетіп барамын. Енді бір айналғанша қарттық та келеді. Нағыз отбасының жылуын аңсайтын кез сонда болар. Я, балалар, мен білемін, сіздер бұл кейіпкер танып отырсыздар. Неге қиналмаймын қарағым? Биылғы жұт елді титықтатып кетті ғой. Арқалайтын да, асырайтын да жалғыз нарымыз анау жатқан. Ауыл көшерде бошалап кетіп, ботасыз қайтты. Суалып қалды. Қаңсытып таңдайды, кептіріп отыр. Бұл кейіпкерді сіздер таба алады деген ойдамын. Сізге қарттық қайда еске? Әлде біреуді айттыруға болады ғой? 60-тағы Түлкібайда былтыр қыз алған жоқ па? Оқушылар әр кейіпкерлерді дұрыс табады деген ойдамын. Олай болса, балалар, мен сіздерге дұрыс жауабын көрсетейін. Иә, бірінші кейіпкеріміз естемес. Екінші кейіпкерімізді дұрыс таба алдыңыздар, балалар, қарт. Үшінші кейіпкеріміз Оразымбет. Жарайсыздар, оқушылар. Олай болса, екінші тапсырмамызға көшейік. Балалар, шығармадан алынған үзінділерді сіздерге ұсынып отырмын. Енді осы төрт кейіпкердің сөзімен сәйкестендірсеңіздер. Олай болса, оқып берейін. Мейлі болсын, кәне, жаңыл қарағым, нарыңды тұрғызып, шелегіңді тоса бер. Қане, қай кейіпкердің сөзі деп ойлайсыздар? Екі күйші өнерлеріңді бірдей салыңдар. Ал бұл сөз кімге тиесілі екен? Ах, сабазың шыңыраудан суырып шығарды-ау. Мына сөзді қай кейіпкер айтты? Ай, бірақ сен де бір азаматсың ғой. Баламды қор қылмассың. Сөзін сөз, өнерің жетсе, тілегіңді бердің қарағым. Балалар, бұл кейіпкерлерді сөздерімен дұрыс сәйкестендіреді деген үміттемін. Олай болса, дұрыс жауабын көрсетейін. Дұрыс айтасыздар. Бірінші сөзіміз естемеске тиесілі екен. Келесі сөзді әрине жаңыл айтты. Үшінші сөз Оразымбетке тиесілі екен. Енді соңғы сөзді балалар қарт кейіпкердің айтқаны белгілі болды. Оқушылар, сабағымыз соңына жетті. Бүгінгі сабақта сіздер нені үйрендіңіздер? Сіздерге не жеңіл болды? Сіздерге қандай тапсырма қиындық тудырды? Және де келесі сабақта нені білгілеріңіз келеді? Осы жөнінде менің WhatsApp-ыма жіберсеңіздер болады. Балалар, алдыңғы сабағымыздың мақсатына оралып көрейікші. Қандай мақсат қойып едік сабақ басында? Шығарманың мазмұнын меңгеру. Композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау. Балалар, осы тапсырмаларды орындау барысында сіздер осы мақсатқа жете алды деген үміттемін. Олай болса, үйге тапсырманы жазып алыңыздар. 175-ші беттегі 5-ші тапсырма. Сау болыңыздар.